Бүгін 16-шы күн. Қалайсыңдар? Күшті отырма барлығы. Мен янда ой болып жүрсің кезде. Мен видеоны тек қана осы жарға барып түсіріп жүрмін. Солай үй түсіргеннен түсірмеген жақсы ғой. Зачем? Түсіргесін күнде таңертең тұрған бәрін түсіру керек қой. Зачем? Деген сияқты бір ойлар келіп жүрді. Соны айтып жатырмын да үйдегі балаға, осы менде ой болып жүр деп. Сөйтіп қарадым да, Тайыр, сен видео түсірем дедім, да? Как будто бы осы челлендж тоқтатуға бір сылтау іздеп жүрген сияқты, бір нәпсім ба или шайтан ба, өшім, маған сондай ойлар келіп жүрді. Соны айтамын да, Тайыр, сен главный күнде істеп жүр, күнде салып жүрсің сен, күнде сал, әлі қанша салу керек, сен басындасың әлі. И сен уже как будто бы не стоит түсіргесін бай сүйу керек қой деген, анда перфекционистский бірдеңелер келіп жатыр басыма да. Но главный идея айтылып жатыр да. Подачасы күшті болмағанымен идеясы жеткізіліп жатыр. Сенің ойың айтып жатсың деп өзіме айттым да. Содан кейін сол ой кетті. Потому что осындай да, типа, бандай да, мен таңертең, допустим, 9-да тұрып жүрмін, бірақ 7-де тұрмасам, ой деген сияқты, тұрып жүрген жоқпын, ой деген сияқты, лучше тұрмаған жақсы деп қодыртқан бір идеялар келеді ғой. И вот сондай нәрселер келгеннен кейін өзіме сөйтіп ұрыстым, сөйлестім, шығардым ішіндегін, и сразу жеңілдеп қалды. Главное, мен күнде жасау керекпін. И когда бүгін мына кітап тыңдадым, содан кейін шықтым далаға. И сол кітапта айтады да, как подтверждение ретінде еще, осы бүгінгі күннің подтверждениесі мана ойдың. Айтады, адамды өзгертетін, айтады адамдар кейде обстоятельства просто сондай болып қалды, сондай жағдай болып қалды, сосын ол өзгеріп кетті деген сияқты да. Негізі адамды обстоятельства емес өзгертетін. Обстоятельства вообще адаммен қай кезде управлять етеді, обстоятельства деген жағдайлар да. Когда адам өмірдің ағынымен жүрген кезде, өмірдің ағынымен жүресің ғой, сол кезде сені обстоятельства былай да былай бір отырады, былай да былай, ана жаққа тұрады, течение мына жаққа тұрады да, өзеннің ағысы, өмірдің ағысымен жүрсең, сондай вот ана жаққа тұрады, мына жаққа тұрады. Это сигнал, что сен өмірдің ағынымен келатсың, сенің план жоқ, жоспар жоқ, баратқан айқын мақсатың жоқ. А если сен решение қабылдасаң, мен осындай өмір сүремін деп решение қабылдасаң, сен сол обстоятельствоның барлығында каждое обстоятельство, каждое решение, каждый жағдай, каждая проблема да, сол жерде сен просто дұрыс решение қабылдау керексің. Дұрыс решение деген сол решение арқылы сенің ана айқын мақсатыңа жету үшін. Если сенде мақсат болмаса, айқын мақсат болмаса, сен қандай жауап беретінін білмейсің сондай кезде. Екі решениеден тұрмай сен қайсы жауап бермейді, потому что сенің мақсатың жоқ қой. Мақсат болмағасын сен білмейсің, қайсы мені сол мақсатқа, сол жолға апарады. Потому что сен конечный пунктті білмейсің да, Б точкасын білмейсің қайда баратынын. И, конечно, сен обстоятельствомен өмір сүресің, обстоятельствоны оправдание қыласың, сылтау қыласың, потому что менде осындай жағдай болып қалды, потому что осындай болып қалды, бүйтті, мынау бүйтті, үйімді су ағып кетті деген сияқты. Сенің өмірге деген, обстоятельствоға деген жылауың басылады. Ол қай кезде мен айттым да, что когда сенде айқын мақсат жоқ қоятқан, потому что обстоятельстволардың барлығы ол адаммен құрылатын нәрсе болғасын, адаммен құрылған нәрсе, значит ол управляемый нәрсе. Адам құрастырғанды адам өзі управлять ете алады. Сол үшін, ал қай кезде управлять ете алмайды, когда ол өзінің өмірін құрастырмай тұрған кезде просто өмірдің ағысымен жүре береді. Сол үшін бұл жерде ең бірінші нәрсе просто решение қабылдау. 10 жылдан кейін мен қандай адам болам? Өмірдегі миссиям не? Сондай вообще, и просто я хочу стать богатым без, прям мақсат айқын болу керек. Мен осындай адам болуым керек. Тек миллионер болу емес, мен миллионер болып, осыншам адамға көмектесіп келеді. Олсыз болмайды көмектесе, мен көмектесу керекпін деген сияқты андай бір қатты хотеть ету керек. Просто хочу деген, ол просто сенің өзінің предпочтение айтқан сияқты боласың да, просто я хочу вот такой. А когда сен решение қабылдайсың, я хочу, я стану деген сияқты. Сол кезде сен өмірдегі әр обстоятельство келсе, сен соны управлять етесің да, өзінің жолыңға деп апарасың. Кардынан обрезка барды ғой, так, келесің, тіке кетсің, алдында екі шығады, мына жаққа бару или мына жаққа бару. Так, дейсің, ол сенің өмірге келген проблемаң или обстоятельствоң да.
тұрасың да қабылдайсың, так, маған мына жаққа бару керек қой да, онда мына жақпен жүремін ғой деген сияқты. И сол кезде сендерде айқын мақсат болса, сендер решение қабылдай аласыңдар, өмірдің ағысымен жүрмейсіңдер. Сол үшін бірінші мақсаттарыңды айқындап алыңдар. Прям тұла бойларың прям хотеть ету керек соны. Сендерде сезім болады, осыны хочу деген сияқты. А ол қай кезде болады? Қазір в любом случае болмайды. Потому что білмеймін, что я хочу деген сияқты, ізденіп жүрмін деген сияқты. Сол үшін просто пока іс-әрекет ете беріңдер. Но всегда думайте, мен осыны табу керекпін. А ол табу үшін көп іс-әрекеттердің санын көбейту керек. Да, попыткалардың санын көбейту керек. Методты көру керек. Әр нәрсені көре берген сайын сенде бір андай болады, это мое деп. Любой жұмыс қиын, оңай жұмыс жоқ. Ал саған қай жұмыстың қиындығы ұнайды, сол сенің жұмысың. Қиындықсыз ешқандай нәрсе болмайды. Любом случае қиындық болады. Қанша жақсы көрген ісің болсын да, Стив Джобс та өзін жақсы көрген жұмысын істеді, қанша қиындықтар болды. Оның компаниясын шығарып жіберді да, қиындықтар в любом случае болады. Просто когда сигнал, что сен сол қиындықтарды жақсы көресің, сол қиындықтарды шешкен кезде кайфтайсың, это значит твое. Сол үшін өздерінің чего вы хотите, ол нәрсені емес, қандай жаман нәрсеге сендер сол нәрсені жасай бере аласыңдар. Қандай ыңғайсыз бір ситуациялар бола береді ғой, соны шешкенде кайфтайсыңдар. Сол нәрсе сендердің истинный жақсы көретін нәрселерің, а не то, что просто вы хотите стать успешным. Ал, допустим, музыкант болған кезде мен түнімен кино не жазамын, музыка жазамын, нота жазамын, ол өтпей қалады. Осыны ұтпағаннан кейін мына нотаны көремін, бүйтіп көремін, мынаумен кездесемін, звукозаписпен кездесемін, анау деген проблемалар саған ұнаса, вот нәрсе сенікі ол. Саған қиындықтар ұнау керек. Ал сам успехтің өзі емес. Қиындықтар ұнаса, значит сенікі. Так что қиындықтарын іздеңдер, қандай қиындықты жақсы көресіңдер. Солар сенікі болады. Давайте топите. Бүгін кеше 15, бүгін 16 күн. Давайте. Тайыр с вами, чики-пуки. Давайте.